Ассаламағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінгі тақырып мынау мәжіліс сайлауы ретінде, жөнінде келе жатқан наурыз айының 19-на белгіленген. Бұған енді не айтамыз, бір қуыршақтар кетіп, келесі қуыршақтарға орын дайындалып жатыр. Ол қуыршақ дейтініміз 10 жерден қазір мынау біздің белсенділер, халықтың мұңын шағып жүрген кісілер ұмтылып жатыр. Бірақ қадамдарына гүл бітсін, әрине өтіп кетсін. Бірақ ол ештеңкені шешпейді. Оны бәріміз де біліп отырмыз. Қарапайым халықтың өзі де бұны түсініп отыр. 10 жерден сол жаңағы бүкіл ненің бәрін, халық сайланатынның бәрін сайлап қойғанның өзінде де халық өз атынан өздерін сайлағандарын отырғызғанның күннің өзінде де олардың дауыстары ештеңке өз жерде шешпейді. Бірақ әйтеуір жаңағы сол боқтың қабын көбейтейік деп барса, онда оны өздері білсін әрине. Бұл тағы да жаңағы Тоқаевтың ұры жүйенің жасап отқан спектаклі, мынау бүкіл әлемнің алдында әлемге көрсетіп жатыр. Міне көрдіңдер ма, ертең күні өткізеді өйстіп халықтың арасынан шыққандарды. Бірақ олардың сөзі де, өздері де ештеңкені шешпейтін болады. Бәрібір жаңағы Тоқаевтың ұпайы түгел өзінің отырғызғандарының арқасында өзінің дегеніне жетіп отырады. Ол аз дегендей, мынау біздің белсенділеріміздің де миларын жаңағы әдемлеп жуып шайып, өздеріне 360 градусқа бұрып алады. Бұл енді жаңағы менің жорамалым ғана, кешірім сұраймын ертерек, егер адасып жатқан болсам, мынау дегендеріне жетіп біздің белсенділер ертең күні сөзін жүргізіп жатса кәнікі, бірақ бұл жолмен жеткісі келетін кісілерде көпшілік жаңағы қан төгіссіз, дымсыз, бейбіт жолмен, соның жолдарының бірі негізінде осылай нағыз демократиялық елдерде. Бірақ ол біздің елде ол жұмыс істемейді. Бұны бәрібір Тоқаев өзінің дегенін жасататындарды өз жерге отырғызады. Мұны сөйтіп әр қарай бұл жалғасып кете береді. Ал қазір бұның жаңа Тоқаевтың условиясына, Тоқаевтың шарттарына келісіп, осының ойынын ойнап, міне барып, сайланып не істеген, бұл жаңағы Тоқаевтың осы қитұрқы әрекетін қолдағанмен тепе-тең. Сол үшін де мен жаңағы қарсымын бұл сайлауға біздің белсенділердің түскеніне. Бұл жүйені түп тамырымен жұлып алып тастамай, өз жерге кірген бір санаулы ғана біздің депутаттар, халықтың арасынан шығып баратын, олар ештемені шешпейді. Шешсе сол Мұхтар Тайжан қайда қалды кезінде кірген, Қазбек Иса қайда қалды, одан да басқалары, соға өткенге дейін халықтың сөзін сөйлеп, осылай халықтың арасында айғайлап жүрген кісілер ол жерге барды да не болды? Піш болды. Піш болғаны сол, анда-санда ғана бір дауыстарын шығарып қояды, үйтеміз, бүйтеміз деп, бірақ олардың сөздері ештеңкені шешіп жатқан жоқ. Сол халқым, болған ештеңкеге бүгінгі күні алданбау керек. Қазір халықты алдаусыратып, міне ананы, мынаны шығарып жатыр, Кенесарының басын тауып алып келмекші болып жатыр. Міне осындай алдаусыратып, халықтың көңілін басқа жаққа бұрып қойып, өздерінің жаңағы арам пиғылды істерін іске асырып жатыр. Сол үшін алданбайық ештеңкеге. Өзіміздің алған бағытымыздан таймайық. Біздің бағыт бұл ұры жүйені Тоқаевмен қосып, түп тамырымен жұлып алып тастап, демократиялы да бейбіт өмірімізге бет алу. Бірігейік, бәріміз бірігіп, бір ауыздан ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына түбегейлі қарсы екенімізді, әрі мынау кешегі күні біріккен ұлттар ұйымында Тоқаевтың Путиннің сөзін ашықтан ашық сөйлеп кеткеніне қазақ елі қарсы екенін, қазақ елі оны кешірмейтінін бәр жерде насихаттайық, бәр жерде айтайық. Қанды қаңтарды халық кешірмейді, желтоқсанды халық кешірмейді, Жаңаөзенді халық кешірмейді.
Дулат Ағаділді кешірмейді, Дулат Ағаділдің баласын кешірмейді, кешегі кішкентай Айкөркемді кешірмейді. Міне сол сияқты бүкіл мынау біздің қандастарымыздың қанын төкті алаңда бейбіт шеруге шыққан. Міне сол қан Тоқаевтың мойнында, өз аузымен айтқаны бар. Мен өз атымнан жаңағы ескертусіз оқ атуға бұйрық беремін дегені. Оны 10 жерден, бәр жерден алып тастағанымен халық оны ұмытпайды, интернет оны ұмытпайды, ол бәр жерде бар, бәр жерде сақтаулы. Міне олардың күні санаулы, Тоқаевтың күні санаулы. Сол үшінде бұл қазір жан таласып, жан жақты сайлауды да өткізді, референдумды да өткізді. Енді мынау мәжілісті де тарқатып қайттан сайлайын деп жатыр. Осының бәрі бұл жан таласып жатқаны, жаны мұрынның ұшына келгендіктен. Ресей ыдырайды, Ресей тарқайды, Ресей ыдырап бастады. Міне халқым бірігейік, бір болайық, ортамызды толтырайық. Сөйтіп, X күнін жақындатып, X күні батырларымыздың жанынан табылып, билікті қолымызға алып, бейбіт те демократиялы өмірімізге бет бұрайық. Алға қазақ елі!